сабақпен байланыстыру үшін төмендегі суреттерді сіздерге ұсынып отырмыз. Сұрақтарға қараймыз. Суретте тұлғалар кімдер болуы мүмкін? Кім жауап береді? Жауап береміз. Суреттегі тұлғалар алаш қайраткерлері, мысалы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай, Мұхамеджан Тынышбаев болуы мүмкін. Екінші сұраққа кім жауап береді? Қана? Олар бір 20-шы ғасырда туылған, барлығы бір ғасырда бір туылған. дәуірдің адамдары. Өте жақсы. Бұлардың қандай байланысы бар бір-бірімен? Негізгі мақсаттары неде? Бұлардың негізгі мақсаттары өз елін автономия алу және де өз елін шыңдап көрсету. Өте жақсы, өте жақсы. Енді өтілген сабақтардан жасанды интеллект бойынша сіздер жасап келген роликті ұсынамыз. Қазіргі алаш қайраткерлерінің өздерінің өмірдегі айтқан сөздерін тыңдаймыз. Алыспаған, жоспаған достандық атына мінбейді, қолдан бозамайды, ер құлдықтан әйел күңдіктен шықпайды, малына да басына да ие болмайды. Тыңдайтын болсақ, әрине олардың өз дәуіріндегі талаптары, алаш әрекеттерінің негізгі мағыналарын естіп тыңдап. Біз құл болып тұра алмаймыз. Біз ұлт азаттығымызды аламыз. Білім тіл арқылы алынады. Білімді ұлттардың тілдері бар. Балам дейтін жұрт болмаса, жұртың дейтін бала қайда болсын. Көзіңді аш, оян, қазақ өлер баста, өткізбей қараңғыда бекер жаста. Енді қарайтын болсақ, бұл тұлғалардың ел үшін күйіп, ел үшін өз жанын пида еткен тұлғалар есептелді. Енді сабағымыздың бірінші тақырыбымен танысып өтеміз. Бүгінгі сабақ сол алаш қайраткерлердің негізгі арманы болған автономия алу, яғни қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының құрылуы. Дәптерге жазып аласыздар. деген мағыналарды білдірді. Алашорда, үкімет, межелеу бұл негізгі бүгін сабағымыздағы терминдер. 1917 жылы қазан төңкерісінен кейін бүкіл Ресей қол астындағы мемлекеттердің әрбір мемлекетке өзінің автономиясын беру туралы Владимир Ильич Ленин қол қойған декрет негізге біз үшін ұстау болады. Сол уақытта Қазақстан өлкесі, Қырғыз өлкесі, яғни Қырғыз қазақ деп аталымын сол кезде білеміз, өлкесін басқару туралы революциялық комитет деген бірінші алғашқы атау беріліп, сол Ревком деген, Казревком деген орган құрылды. Оның төрағасы болып Песковский тағайындалды. Яғни бұл Казревком құрылуы барлық алашорда әрекетінде болған жүргендердің жұмысын тоқтатты. Алашорда үкіметі 20 жылы қазан айында өз жұмысын тоқтатады. Енді 1920 жылы 26 тамызда Қырғыз автономиясы кеңестік социалистік республикасы құрылды. Сабағымыздағы ең негізгі ой түйінді осы. Енді олардың ең алғашқы түсірілген гербі және туы және қай жер өңірлер екенін бұл картадан көруімізге болады. Бұл Қазақ автономиялық кеңестік республикасының орналасқан жерлері. Енді сіздерге тапсырмын. Енді сабағымыздағы сіздерге қойылатын тапсырмалар. Қатар-қатарымен бірінші қатар, екінші қатар бір-бірден шығып, дұрыс жауаптарды орнына қоямыз.
Қай қатардан бастаймыз? Вақтымыз келсі. Бастаймыз. Судан жаратылған дана тұран баға тұран құтқарыңдардың иені қара түннің қанатынан шырқын бұзып қара болтын шыңға шығар алыптың сесі қайда көк бөрінің көші қайда дала астын телбіреген туын қайда желкілдеген мұның қайда тұман қайта сейілмей ме тұран қайта туылмай ма Жұптық жұмыс кейс стади әдісі бойынша қазақ КСР-ның аумағына кірген аймақтарды анықтаймыз. Карта берілген, сіздерге де карта береміз. Осыған орындаймыз. Бастай береміз. Сабағымызды соңы рефлексия. Нені білдім, нені түсінбедім, немен жұмысты жалғастыруым қажет. Жауап беремін. Мен бүгінгі сабақта автономия туралы түсіндім, жетекшілері туралы мәліметтерді алдым. Енді сол автономия туралы тереңірек түсінетін боламын. Мен бүгінгі сабақта алаш қайраткерлері, алаш партиясы және ақсызды жайлы ақпарат алдым. Және үй тапсырмасы ретінде бұдан да көбірек алуға тырысамын. Әрбір оқушылардың балын айтып, бағалап өтеміз. Әрбір бір балымыз 10 балға есептелінеді. Жауаптарымызды журналға күнделікке қойдырып қоямыз. Сабағымыздың соңы үйге берілетін тапсырмаларымыз қолымыздағы жоғарыда тапсырманы сызып жазып аламыз, үйде сонысын орындаймыз. Кестені. Екі кеңес Қазақ АКСР мен Қазақстан Республикасын, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасын екеуін бір-біріне салыстырамыз. Тапсырма түсінікті ме? Сабағымыз барлығымызға ұнады ма? Жаңа сабақпен танысып, өткен сабақпен байланыстырдық. Барлығыңызға рахмет.